Қайырлы күн достар, бүгін палау жасаймыз. Бізге ет, менде жылқының еті, пияз, сәбіз, күріш, менде камалина, сұйық май және дәмдеуіштер қажет болады. Қазанымызға майды құйып, әбден қыздырамыз. Етіміз осындай қоңырқай болғаннан кейін түрлі дәмдеуіштерді саласыздар. Менде бұрыш, хмели сунели және тұз. Үстінен су құйып, етіміз піскенше бұқтырамыз. Етіміз жұмсарды. Енді үстінен сәбіз бен сарымсағымызды салып араластырамыз. Әбден жуылған күрішімізді үстінен салып, суды құйып, отымызды баяулатып, әбден піскенше күтеміз. Баршаларыңызға ас болсын.